Балдырлар туралы бір қатар қызықты деректер келтіруге болады. Оттегі өндіру бойынша әлемдегі бар өсімдік біріксе де, балдырларға жете алмайды екен. Сондай-ақ олар медузадан бастап теңіз сүтқоректілеріне дейін көптеген жануарлардың қорек көзіне айналған. Балдырлар өсімдік тәрізді теңіз ағзалары. Олар тұщы сулар мен мұхиттарда кең тараған. Алайда өсімдіктерге қарағанда олардың нақты тамырлары болмайды. Яғни тіршілік циклы өте қарапайым. Балдырлар құрамында күн сәулесін бойына сіңіріп, фотосинтез процесі арқылы қорек түзетін жасыл пигмент хлорофилл болады. Балдырлардың пішіндері мен түстері әркелкі. Мәселен, қызыл, жасыл және қоңыр түсті балдырлар кездеседі. Олардың көбі өте ұсақ, ағыспен қозғалып отырады. Ал кейбіреулері өте ірі, ұзындығы тіпті 50 метрге дейін жетеді. Теңіз балдырлары теңіздегі ірі балдырларды біріктіретін жалпылама атау. Олар көбіне таяз теңіз суларында өседі. Алайда 360 метр тереңдіктен табылғандар да болған. Әлемдегі ең ұзын теңіз балдырларының бірі 50 метрге дейін өсе алатын қоңыр балдыр ламинария. Ламинарияның өзге балдырлардан ерекшелігі сол, ол теңіз түбіне бекініп өседі. Және тік қалпын сақтау үшін азот пен оттегіге толтырылған газ көпіршіктерін қолданады. Қоңыр балдыр ормандары жер жүзіндегі ең құнарлы және бай экожүйелердің бірі. Балдырлардың кей түрлері өзге ағзалармен селбесіп өмір сүреді. Мәселен, маржан зооксантелла деп аталатын бір жасушалы балдырлармен селбеседі. Әрбір маржан полиптерінің қуысында тіршілік ететін балдырлар фотосинтез көмегімен оған оттегі және басқа да қоректік заттар береді. Ал маржан полиптері өз кезегінде балдырларға пана болып, оларды көмір қышқыл газымен және өмір сүруге қажетті өзге де заттармен қамтамасыз етеді. Балдырлар қоршаған орта өзгерістерінің өте сезімтал индикаторы болғандықтан, су сапасын анықтауда қолданылады. Өздері мекендейтін жерлердің көбінде балдырлар климаттың құбылу көрсеткіші ретінде қызмет етеді. Балдырлар су бетінде жай ғана қалқып жүретінде көрінгенімен, олар бірігіп, ғаламшардағы ең маңызды ағзалар тобын құрайды.